Сәлем достар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқан. Бүгінгі видеоблогымызда мынадай өте дәмді макарон түрін әзірлейміз. Ең алдымен қайнаған суға тұзымызды саламыз. Кез келген макарон түрін салып, пісіріп аламыз. Мен мынадай түрін алдым, өте әдемі макарондар. Суға қайнатып, пісіріп аламыз. Қызған табаға сары майымызды салып, ертіп аламыз. Соломка етіп туралған колбасамызды табамызға салып қуырамыз. Бес-алты минут қана қуырамыз. Үстіне піскен макаронымызды суынан сорғытып алып, колбасаға қосып, жақсылап араластырып, 3-4 минут қуырып аламыз. Ең бетіне өткіштен өткізілген сырымызды сеуіп, табаның қақпағын жауып, баяу отта сыр әбден ерігенше ұстаймыз. Осындай өте әдемі әрі дәмді макарон түрін әзірлеп болдық. Рецепт ұнаса міндетті түрде лайк басып, өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.